Сізді тыңдасам жаным жай табады дейді. Ой, бұл күйеуің тыңда, мен емес. Күйеуіңмен жаның жай тапсын. Күйеуге шық. Көке, намазға қалай келсен болады? Прямой келесің, тұрасында келе бересің. Жатып алып келемейсің ешқашан. Тұрып келесің. Құдай қаласа 2030-да келем, жоқ 2030-ға дейін өмір алса. Бүгін баста, қазір баста. Міне қазір таң намазының қазасын оқы, тұрда. Таң намаз оқи алмадым деді, қазасын оқы. Ұл баланың тәрбиесі туралы айтыңыз дейсіз бе? Ұл баланың тәрбиесі туралы мен аккаунтымда пост бар, жеке-жеке арнағам, әрқайсысына ұлға да жеке қызға асықпай, астына түсіп көрсеңіз, ішінде бар. Бөліп салғам 1 сағаттан. Түсінде Уақиға сүресін толық оқып шықсаң, түсті оқыған болады. Түсті оқығаннан пайда жоқ, оңды оқу керек. Түспен өмір сүрмесеңіздерші, түсте қарның тойса, нанды бөлке нан жесең, тойып, қарның тойып алып, күндіз тамақ ішпей қойма, не болды сен? Түсімде жегем кеше, түсімде жегем, тойып алғам кеше. Десеңші, жақсы ғой сол. Түсте бай болған, түсте тамақ ішкен адам неге күндіз тамақ жесеңдер, ішпей қойсаңыздаршы? Түспен өмір сүрсеңіз ақыры. Жауап алдыңыз ба? Соқтан түс болып қалады. Жақсыға жауап қойыңыз, иншалла жақсы қой. Бірақ түспен өмір сүре берме. Намаздың қазаларын қалай өтейді? Ең соңғы парыз деп оқи бересіз. Таң намазы, бесін намаз, бесеуін тек қана парызын оқисыз. Уәжіппен қосып. Құрбан түсімде құрбан шалу нені білдіреді? Бір нәрсені шығару керек, бір нәрсені беру керек. Тәңіршілерге қалай қарайсыз? Қазақстан Республиканың азаматы деп қараймын. Салғыласпаймыз ешкіммен. Біреуге бір нәрсе дәлелдемейміз. Оларды боқтамаймыз. Олар жаман сөз айтса, сіздер айтпаңыздар. Олар төмен түссе, сіз түспеңіз, тәрбиелі болыңыз. Пайғамбарға жаман сөз айтса, қой деңіз, заң бар бізде. Діни алауыздық тұрғызды. Олардан қазір біразын, тәңіршілердің біразын іс қозғалып жатыр. Өйткені халықтың ішіне алауыздық салған үшін. Сондықтан сенбесе өзі біледі. Атеист боласың ба, террорист боласың ба, каратист боласың ба, өзің білесің. Бізде демократия. Оны қарайтын тиісті мекемелер бар, өздері соның жұмысымен айналысады. Үтір намазды оқу шарт па дейді? Шарт, міндетті ол. Байым төркініме барғанымды жақтырмайды, барлық еркек жақтырмайды. Жамандайды деп қорқамыз біз, бізді жамандайды, өсек айтады, біздің кемістігімді айтады деп байын қорқады. Сен айт оған, мен WhatsApp-пен айтып қойғам, бәрін біледі де. Сен ауруыңды простатитіңе дейін айтып қойғам де, бәрін біледі. Нұран аға, көркем мінез сабырлыққа жету үшін не істеуге болады? Ашуды жеңуден бастайсың. Көркем мінез ең бірінші ашуды жеңуден басталады. Хуснул хулық, ижмәл хуснул хулық, жинап тұрып, жақсы мінезді не деп айтамыз, неден бастаймыз? Жалпы жақсы мінез деген не дегенде? Таркул адаб деген. Ашуды жеңу дейді. Ашуды тастау. Нұрлан аға дейді, қадиетті. Бала асырап алам деген ниетім, қандай дұға оқысам дейді. Мәселе дұғада емес, асырайсың. Мәселе асыраудың өзінің шариғат нормасын қойған. Біріншіден, дом малюткадан аласың. Дом малюткадан аласың. Екіншіден, өзің бала босанған шақты аласың. Өзің күйеуіңнен бір бала туасың, содан кейін дом малюткаға өтініш беріп, тура сол уақыт қаласың. Сол емізген балаң қызың болса, соған қатар қып, роддомнан 2 жасқа дейінгі баланы аласың да, оны да емізесің. Сонда анау алған детдомның баласы сенің әулетіңе, сенің балаңдай болып кіреді. Сен сүт ана боласың, сенің күйеуің сүт әке болады, ана балалардың барлығы, қалған балалар оған сүт бауыр болады. Егер сен одан үлкен баланы алсаң, асырап, онда сенің үйіңде ол бала жүре алмайды. То есть, сен есейгеннен кейін ол саған үйлене алады, сенің күйеуің болмаса. Неге? Өйткені ол саған ешкім емес. Да, сені ісің сауап, ол екінші мәселе. Бірақ бірінші мәселе, сен ол бөтен еркек болады ол. Сен қыз бала болып, мысалы кейбір қыздар күйеуге шықпай бала асыраймыз дегендеріңіз бар. Сол баланы асыраған кезде ол саған ешкім емес. Түсініңіз ба? Документпен бүйтіп жалғастырып қою, ол саған ешкім емес. Сондықтан сен жақсы сауап істеп жатсың, но күнәң одан көбірек болып тұр. Яғни ол баланың алдында ашық-шашық жүре алмайсың уже. Ол бөтен біреудің баласы. Биологиядан да саған жақын емес, сүтпен де жақын емес. Түсінесіз ба? Сондықтан
Бұл жерде осындай проблема бар. Егер өзіңде сүт болмаса, онда бір туған әпкең, бір туған қарындасың апарып емізесің. Ереже солай. Нұрлан аға, ұлым рак крови болып ауырып қалды. Алла шипа берсін. Емге қай дұғаны оқыған дұрыс? Намаз оқыңыз. Намаз оқыңыз да, түнгі намазда тахаджудте басыңызды сәждеге қойып, Құдайым, осы баламды өзің бердің. Бала сенікі екен. Мен менікі деп қателесіп жүрген екем. Құдайым сенікі екен. Оның жаны да сенікі екен. Түбі саған қайтады екенбіз. Сол балама шипа бер деп қазақша қайта бер. Бар тіліңмен. Бірақ тахаджуд намазын оқы. Просто дұғаны отырып оқи берме. Яғни намаз оқы. Рыскелді Қазмештеме я дейді. Анам 87-те, соңғы кездері ауырсынып жүріп тұру қиындады. Қиындап сөз өзгеріп қалды. Кейде. Үйде қандай сүре оқысам болады? Сіздің сүреңізден бұрын анаңызға көп қызмет керек. Анаңызға көп қызмет. Сүрені оқи бер, любой сүрені оқи бер. Ана 87-дегінің сүресі жоқ. Ондайлар тыңдай бермеңіздер. Мына сүрені мынандай оқисың, мына сүрені мынандайды оқисың. Басқа уақытта оқымаймын. Неге десе, проблема жоқ, неге оқимын деп. Жоқ, оқи бер. Құранның барлық сүресін оқи. Одан кейін кемпірдің қасына оқыма. Кемпірдің қасына келіп, Әлхамдулиллахи Раббил аламин десің. Кемпір айтатын, сорлы мен өлтірейін деп, дем салып жатыр жүр деп. Кемпір дайындалып өле қалмасын, сол жатқан орнында тыныш жатқан. Өлтіремей жүр екен, мен құтыламай жүр екен, тезірек өлтіріп бітейін деп жатыр деп. Жоқ, олай емес. Керек жоқ оны көрсетудің. Үтір намазын қазасы оқыла ма? Оқылады. Әкем қарт кісі бұрыннан жылына бір рет ұзақ арақ ішеді. Берекетті алды. Не айтар едіңіз дейді. Омар бен Хаттабтың жақсы сөзі бар. Омар халифаның бүйтіп айтқан екен. Шашы ағарған қарт адамның басына Құдай азап жіберуге ұялады депті. Үлкен кісілерге азап жібергенге Құдай ұялады. Бірақ сол үлкен кісі күнә істегеннен неге ұялмайды деген екен. Қарт кісі арақ ішуден неге ұялмайды? Зина жеңіл жүріс жаман, бірақ ол жеңіл жүрісті кемпір шалдар жасаған одан жаман. Зина жаман, бірақ оны көршінің әйелімен істеген одан өткен жаман. Тәкаппарлық жаман, бірақ ол тәкаппарлықты кедейдің кербез болғаны одан жаман. Арақ ішкен жаман, бірақ ол арақты шалдар менен, кемпірлер мен әйелдердің ішкені одан жаман. Темекі жаман, бірақ ол темекіні қыз балалардың шеккені одан жаман. Мәселе осында. Алла сана берсін. Не істейсіз? Алладан сұраңыз, Құдай хидаят берсін. Әкеңіздің тең болып түсетін дәрежесінде, әкеңіз тыңдайтын бір сыйлы бір молда, немесе сол елдегі бір ақсақал, сол кісілерге жайлап айтып, түзетіп көру деп айтасыз. Қызым, әйелім шлепкісін жоғалтыпты дейді. Қызыңыз бар. Қыздың тәрбиесіне қарасын. Қызыңыз кішкене басқа жақта біреудің сөзін тыңдап жүр. Аға, күйеуімнің зинасын кешірдім, бірақ ұмыта алмай жүрмін. Қандай дұға оқимын? Жауап беріңіз. Намаз оқы. Оны дұға оқып басудың керегі жоқ. Есіңе түсіп кете бере ме қайта? Ол ақымақтықты сен ойлама. Үйленгенімізге көп болды. ЗАГСқа отырдық.